Құрметті менің каналымның оқырмандары, 6 класс математика 2 БЖБ-ның 1-90-ға арналған 4 нұсқасы. Бізде есепте сандар берілген. Осы сандардың қай жиынында жататынын анықтап, осы сандарды сызбаның ішіне орналастырыңыз дейді. Ең бірінші бізде натурал сандар, оны n әрпімен белгілейміз. Натурал сандарға біз сандардың арасынан қараймыз, 3 деген санды аламыз. Яғни затты санау үшін, ретін көрсету үшін ең қарапайым қолданылатын сандарды біз натурал сандар дейміз. Ең кіші натурал сан 1-ге тең. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп кете береді. Яғни 3 бізде натурал санға жатады екен. Келесі бізде Z бүтін сандар жиыны. Ол сандарға теріс сандар жатады және оң сандар жатады. Және 0 саны жатады екен. Енді қарасақ, -5, 0, -4, -478. Осы сандардың барлығы бүтін сандар жиынына кіреді. Келесі Q бізде рационал сандар жиыны. Ол сандарға теріс сандар, оң сандар, бөлшек сандар, ондық бөлшек сандар, аралас сандарда жатады екен. Енді жазайық. -9-дан 7, -6/2, 6/10-нан 4, -9/13, -10/8-ден 5. Осылай толтырып шығады екен біз. Келесі екінші есепте бізде С нүктесі АВ кесіндісінің ортасы, егер С нүктесінің координатасы -2, В нүктесінің координатасы 5, А нүктесінің координатасы табу керек десе, онда біз не істейміз? Мына сызбаны пайдаланамыз. Ол үшін бізге бірінші С нүктесінің координатасын орнатамыз. Минус болғанда солға қарай жүреміз. -2 С. Ал 5 болған кезде оңға қарай. 1, 2, 3, 4, 5. 5 бізде нүктені бекітеміз. В. Енді бізден сұрайды, С мен В нүктесінің арасы қанша аралық? 0-ден бастап 5-ға дейін бізде 5 аралық, 0-ден бастап С-ға дейін 2 аралық, сонымен бізде 7 бірлік, 7 аралық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді солға қарай біз 7 бірлік саламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді санаймыз. -2-ден кейін -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9. Сонымен біздің А нүктенің координатасы -9-ға тең екен. А нүктесінің координатасы -9-ға тең екен. Үшінші тапсырманың бірінші есебінде 12,7 қосу -1,7. 12,7-ні қайта жазамыз. Егерде жақшаның алды плюс болып, жақшаның іші минус болады. Мысалы, плюсті минусты көбейткен кезде минус болады. 1,7 болады екен. Сонымен жауабы 11-ге тең екен. Келесі екінші есеп. -2,5 -4,22. -2,5 плюсті минусты көбейтетін болсақ плюс болады. 4,22. 4 бүтін үлкен болғандықтан оң таңба болады жауабында. 4,22-ден 2,5-ті аламыз. Сол кезде 1,72 болады екен. Келесі үшінші тапсырма 6,2 плюс модуль таңбасының астында 13,3
6,2 плюс 13,3-ті модуль таңбасының астына шыққан кезде плюс таңбасымен шығады. Сонымен 13,3 екеуі қосылған кезде 19,5 болады екен. Келесі төртінші тапсырма. Төртінші тапсырмада бізде А, В, С, Д нүктелері координаталық түзуде тізбектеле орналасқан. А нүктесінің координатасы -4, В нүктесінің координатасы 8. Нүктелерінің координаталары берілген. А, В, берілген жазып шығайық. А нүктесінің координатасы -4, В нүктесінің координатасы 8. АВ модуль таңбасының астында 4 көбейтілген модуль таңбасының астында ВС. Енді ары қарай кеттік. ВС тең болады 2 еселенген модуль таңбасының астында СД. Енді бізде сұрақ, ады неге тең дейді. Адыны табу үшін біз бірінші АВ нүктелерін сан өрісіне саламыз. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 дейміз де бекітеміз. В нүктесін орнатамыз. Енді минус болғандықтан солға қарай жүреміз. 1, 2, 3, 4. Минус 4 дейміз де белгілейміз де А нүктені саламыз. Сонымен 0-ден бастап А-ға дейін 4 бірлік, 0-ден бастап В-ға дейін 8 бірлік, яғни сонымен АВ деген АВ аралығымыз 12-ге тең болады екен. Енді ВС табу үшін біз не істейміз? 12 тең болады 4 көбейтілген модуль таңбасының астында ВС. ВС-ны табу үшін 12-ні 4-ке бөлеміз. Сонда бізде 3 болды. Енді С-ны табу үшін мұна белгі көрсетіп тұрған тепе-теңдікті пайдаланамыз. 3 тең 2 көбейтілген модуль таңбасының астында СД. СД-ны табу үшін 3-ті 2-ге бөлеміз. Сонда бізде 1,5 болады екен. Енді қарайық, бастапқы сызбаға қараймыз. АВ-мыз біздің 12-ге тең екен. ВС-мыз біздің А-ны табу үшін АВ қосу ВС қосу СД. АВ-мыз бізде 12-ге тең. ВС-мыз бізде 3-ге тең. СД-мыз 1,5-ге тең екен. Енді барлығын қосамыз. Сол кезде бізде 16,5 болады екен. Сонымен жауабы 16,5. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар.